Қайырлы күн, қадірменді көрермендер, сіздермен бірге сенім және сана подкасты. Біз жалпы сенім мен сана, дін мен қоғам, дәстүр мен қазіргі қоғамдағы заманауи пікірлердің тоғысқан тұстарын талқылайтын алаң. Сіздермен бірге мен, Бейсенбек Бағжанар, Нұр Мубарак университетінің түлегі, теолог маман, және де біздің бүгін подкастымыздың қонағы Әділбаева Шамшат Амангелдіқызы, Нұр Мубарак университетінің профессоры, PhD доктор, исламтанушы маман, және де отбасы мәселесінің эксперті. Қош келдіңіз. Рахмет, қош болдық. Жалпы біздің бүгінгі тақырыбымыз отбасы тәрбиесі сенімге қалай әсер етеді. Жалпы ұстаз, подкастымызға келіскеніңізге рахмет. Сізге енді ең алғашқы сұрағымды бастасам, отбасы баланың діни көзқарасына қаншалықты әсер етеді, және де діни көзқарасының қалыптасуына қалай әсер ете алады? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Подкастқа шақырғандарыңызға рахмет. Шынында өте өзекті тақырыптардың біреуі, себебі біз үшін бала тақырыбы әрдайым өзекті. Бала тәрбиесі әрдайым өзекті. Енді баланың діни көзқарасының қалыптасуына отбасы қалай әсер етеді дейтін болсақ, оны былай қарауға болады. Жалпы мұсылман ғұламалар адамның балалық шағын отанға теңейді. Мысалы біз бір мемлекетте, елде өмір сүреміз. Сол отан біз үшін жалпы негізгі түсініктеріміздің қалыптасатын жері. Мысалы біз Қазақстанда өмірге келдік, Қазақстанда өстік, өндік. Осы жердегі жалпы ең басты менталитет біздің менталитетіміз ретінде қалыптасты. Көзқарасымыз, осы отанның көзқарасы қандай болса, халқымыздың көзқарасы қандай болса, біздікі де солай қалыптасты. Сол секілді адамды да өмірін кезең-кезеңге бөліп қарайтын болсақ, балалық шағы оның сол отаны секілді дейді. Балалық шағында қандай көзқарастар қалыптасады, ол баланың жалпы өміріндегі бір фундамент ретінде бала соған қарай баланың менталитеті пайда болады. Сол отбасындағы ұстанымдар, ол баланың өмірлік ұстанымдарына айналуы мүмкін, немесе ары қарай соны жалғастырып, сол ұстанымның негізінде басқа ұстанымдарда қалыптасуы мүмкін. Сондықтан баланың діни көзқарасының қалыптасуына бұл отбасы өте үлкен әсер етеді. Бірінші діни көзқарас негізі отбасында қалыптасады. Енді отбасында ата-ана неге сенетін болса, бала да соған сене бастайды. Себебі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам айтқан хадисінде бала тап-таза жаратылыста дүниеге келеді дейді. Одан кейін ата-анасы оны не христиан, не юдаизм дініне, немесе отқа табынушы етеді дейді. Енді осы хадисті алып қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадистің басқа варианттарында да бала ислам фытратында, яғни ислам жаратылысында дүниеге келеді дейді. Ары қарай ата-анасы оны жаңа үш діннің христиан, немесе юдаизм, немесе отқа табынушы ретінде айналдыруы мүмкін, яғни сондай сенімге алып келуі мүмкін дейді. Бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неге осы үш дінді айтып тұрды? Бұлар қарасаңыз, енді христиан әлемдік дін, отқа табыну немесе пұтқа табыну, бұл буддизмде соның ішіне алуға болады, ол да әлемдік дін. Юдаизм енді бір ұлтқа тән дін, бірақ ол да ең көп таралған діндердің біреуі. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неліктен бұл үшеуін айтып тұрды, ішінде ислам жоқ. Мысалы бала таза жаратылыста дүниеге келеді, одан кейін ата-ананың ары қарай тәрбиесімен ол не мұсылман, ислам дінінде өседі, немесе христиан болып кетуі мүмкін, немесе басқа діндерде кетуі мүмкін деп неге исламды қосып тұрған жоқ бұл жерде? Себебі жалпы кез келген адам, бала өмірге келгенде ол жаңа айтқандай таза жаратылыста келеді ғой. Сол таза жаратылыс деген негізі бұл ислам жаратылысы. Сонда бала ислам жаратылысында келеді, бірақ ата-ана сол ислам жаратылысында келген жаратылысты ары қарай қолдайды, оған ислам дінінің негіздерін, басқа нәрселерді тағы да қосымша үйрете бастайды білім ретінде. Ал оны үйретпеген жағдайда ата-анасы немесе дұрыс емес бағытқа қарай үйрететін болса, онда жаңа басқа діндерге қарай да кетіп қалуы мүмкін бала. Сондықтан бала негізі өзі ислам дініне сай, соның жаратылысына сай, ислам дініндегі тазалықта, негізі біз ислам дінінде өте таза дін дейміз ғой, адамды тазалыққа үндейтін. Сол жан тазалығы негізі балада болады. Сондықтан кішкентай бала өмірге келген кезде бәрімізге сүйкімді болып тұрады. Неліктен? Себебі оның ішкі жан дүниесі тап-таза ол баланың. Жұмақтың иісі сияқты. Жұмақтың иісі секілді, бір періште секілді. Сондықтан да балаларды періштеге теңеп жатамыз ғой. Бұл исламның жаратылысы. Негізі адам ислам жаратылысында, исламның қалаған жаратылысы сондай болу керек. Адам ішкі жан дүниесі таза. Егер ішіне бір кірген болса, ластық кірген болса, дереу тәубемен оны жуып шайып, әрдайым
мүмкіндігінше тазалығын сақтап, бұл ой тазалығы бар, сөз тазалығы бар, иә. Мысалы ойымыз таза болу керек, басқа адамдар туралы да жаман ойда болмауымыз керек, қасымызда болып жатқан оқиғаларға да бірден жаман оймен қарамауымыз керек. Бізде көбінесе кейде осы ой тазалығы дегенді біз қазіргі кезеңде көп қолдана алмаймыз да, адамдар бір нәрсе болса бірден жаман ойға кетеді. Мысалы тіпті үйіне біреу тақырлатып жүгіріп келе жатса жаман ойға кетеді, бір нәрсе болып қалды ма деп. Біреу түнге кештеу қоңырау шалып жатса дереу ойы бірінші жаман ойға кетуі мүмкін, иә. Сол жаман ойға біз әбден дағдыланып қалғанбыз негізі. Бірақ ислам дінінде егер иман таза болатын болса, иман тереңдеу болатын болса, біліммен келген иман болса, негізі адамның ойы сондай бір таза ой болады да. Ой тазалығынан сөз тазалығы туындайды. Ол адамның аузынан шығатын, айтатын сөздерінің бәрі әдепке сай сөздер болады да, әдептен озбайтын болады. Сондықтан бала тәрбиесінде де негізі діни ең бірінші жаңағы таза келген жаратылысты сақтай отырып, ары қарай сол жаратылысты дамыту негізі ата-ананың міндеті. Бірақ керісінше ата-ана дұрыс тәрбие бермесе, бұл дамымайды, қайта керісінше басқа бағытқа қарай бұрылып кетуі мүмкін да. Сондықтан баланың, өзіңіз айтқандай, алғашқы діни көзқарастары да негізі отбасында қалыптасады. Ол сол тәрбиемен қатар жүретін нәрсе. Тәрбиемен қатар жүретін, бізде енді көбінесе дін десек ойымызға намаз келеді, ораза келеді. Негізі дін тек қана одан тұрмайды ғой. Дінде ең бірінші орында иман мәселелері. Иман мәселелері дегеніміз біздің сол балаға дұрыс көзқарас қалыптастыру. Мынау жақсы, мынау жаман, екеуін ажырата білетін көзқарас қалыптастыру. Баланың кісі ақысы, немесе үлкенді құрмет, кішіге ізет, көркем мінезде болу, әдептілікте болу, бұның бәрі сол негізі діннің аясындағы нәрселер. Негізі шариғат тек қана бізден намаз сұрамайды. Намаздардың өзінің қойылуы негізі осы нәрселерге алып келу үшін қойылған. Себебі Құран кәрімде де намазды айтқан кезде Алла тағала не деп айтады? Сіздерді фахш уа мүнкар, яғни арсыздықтан және теріс нәрселерден сақтау үшін намаз қойылғанды айтады. Немесе оразаны айтқан кезде де Бақара сүресінде мысалы ләғалләкум таттақун дейді да, сіздер тақуалыққа жетесіңдер деп біз сендерге оразаны әмір етіп жатырмыз, парыз етіп жатырмыз дейді. Демек, оразаның парыз етілуінің де негізгі түпкі мақсаты бізді ол тақуалыққа жеткізу керек. Тақуалық деген сол көркем мінез, жақсы адам болу мәселесі ғой. Демек, біз балаға да діни көзқарас қалыптастыруда осының бәрін бірге ойлап отыруымыз керек. Кейбір ата-аналар өкінішке орай тек қана дінді шектеп қояды да, ол намаз, ораза дейді да, балаға еш нәрсе, басқа нәрсені үйретпей тұрып, сен намаз оқуың керек деп қинайды ол баланы. Одан кейін олай мәжбүрлеп оқылған намаз қанша уақыт оның бойында жалғасады. Ертең ол намаз тастап кетуі мүмкін. Бала кішкентай кезден қыздарға мысалы орамал таққызып қояды, бірақ оны орамалды не үшін тағу керек? Өзі жақсы көріп тағып жатыр ма, жоқ әлде ата-анасының қас-қабағына қарап тағып жатыр ма, оған онша мән бермейді да. Ол қыз ертең ата-анасы жоқ жерде орамалын шешкісі келуі мүмкін, немесе мен не үшін орамал тағып жүрмін деп мүлдем өзін өзі түсіне алмауы мүмкін да. Сондықтан біз бала кезінен негізі бірінші орында жалпы көзқарастарды дұрыс қалыптастыруға әрекет жасауымыз керек. Діни көзқарастар сол кезеңде дұрыс қалыптасады балада. Және өзіңіз айтқандай да, шынында ол діни көзқарас бала кезден басталатын болса, онда балада көп сұрақтар болмайды. Сол сұрақтардың бәрін бала кезінде шешіп алатын, жауабын біліп тұратын болады. Өмір өсе келе енді алдынан әртүрлі қиындықтар шыға бастайды ғой. Сол қиындықтардың бәрін ол сол көзқарастары арқылы жеңіп отыратын болады. Өте дұрыс айтасыз. Ал енді мысалы қазіргі таңда діни тәрбие, ұлттық тәрбие деп бөліп жатады, иә. Кейбір кісілер айтып жатады, ұлттық тәрбие ол керек жоқ, тек діни тәрбие алу керек, немесе ол діни тәрбие керек жоқ, ұлттық тәрбие ғана бізге керек деп айтады. Сіз бұлардың байланысы туралы не айта аласыз? Бұл екеуі бір-біріне негізі ажырамайтын нәрсе. Біздің халқымыздың салт дәстүрін, өмірлік ұстанымдарын, жалпы түсінігін дұрыс пайымдай алмаған кейбір кісілер өкінішке орай солай айтып жатқандар бар. Діни тәрбие берсек жеткілікті, ұлттық салт дәстүр олар бізге қажет емес, біздің парызымыз діни тәрбие беру деген секілді. Бірақ негізі салт дәстүрмен, біздің жалпы қазақ өмірінің салт дәстүрмен дін негізі үйлесіп жатыр. Тіпті бір-бірінің ішіне кіріп кеткен. Діннен қаншама салт дәстүрлер туындаған. Біздің салт дәстүрлеріміздің бәрі діннің өмірдегі практикасы негізі. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ма, кішіге ізет,
үлкенге құрмет, иә, Мгм. кішіге ізет көрсетпеген, үлкенге құрмет көрсетпеген бізден емес дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мгм. Соның практикалық несі, біздегі іс әрекеті халықтың ішінде әрдайым үлкеннің сөзін бөлмеу, үлкенге құрмет көрсету, үлкеннің алдын кесіп өтпеу, үлкенге төрден орын беру, үлкенге қамқорлық көрсету. Ал кішіге де бізде халқымыз не деп айтады, 6 жасар бала келсе Хан тұрып, иә орнынан орын тұрып береді. сәлем береді дейді. Иә, демек балаға да солай ізет көрсету, баланы сыйлау, кішкентай баланы бала кезінде әрдайым оны қолынан жетектеп жақсылыққа қарай жетелеу, оны ұмытпай, балаларды да өздерінің қоғамның ішінде оларға да бір роль бөліп беріп, оларды да қоғамның бір мүшесі ретінде қарап, тіпті бізде той томалақ болғанда балалар да сол жерде жүреді ғой, үлкендерге қолына су құйып, үлкендердің әңгімесін тыңдап қастарында жүреді, қастарына ертіп жүретін болған, әсіресе ер балдарды әкелері, аталары ертіп жүретін болған, қыз балалар аналарының қасында жүретін болған. Солай олар өмірге дағдыланған. Мысалы осы салт дәстүрлеріміз немесе әдет ғұрыптарымыздың бәрін қарайтын болсаңыз, оның бәрі сол негізі біздің мұсылмандығымыздан шыққан әдет ғұрыптар ғой. Сондықтан да сіз жоқ мен діни тәрбие беремін, бірақ мұсылмандық жаңағы салт дәстүрді қоспаймын, әдет ғұрып маған керек емес дейтін болсаңыз, сіз балаңызға практикалық тұрғыда үйрете алмайсыз, тек қана теориясын үйреткен боласыз да, практикалық тұрғыда үйрете алмайсыз. Практикалық тұрғыда үйрету үшін міндетті түрде біз оның ішіне әдет ғұрып, салт дәстүрді қосуымыз керек. Ал салт дәстүр, әдет ғұрып енді кейде исламофобия бар, кейбір адамдарда мысалы діннен қорқуы мүмкін. Сондықтан да біз балдарымыз діндар болып кетпесін, салт дәстүр бізге жеткілікті деп айтатын болса, ол да бір жаққа қарай кетіп қалу деген сөз да. Себебі бәрі ол салт дәстүр негізі діннен шығып тұр бізде. Ол жерде сіз дінді бөліп алып тастай алмайсыз. Тіпті салт дәстүріміздің мысалы бала туылғаннан оған жақсы ат қою, азан шақырып ат қоюы, баланы жаңа сүндетке отырғызу, бәрі дінімізден шығып жатқан салт дәстүрлер ғой. Сондықтан анау қайтыс болғанға дейін қайтыс болған адамымыздың жаназасын шығару, жерлеу, бұның бәрі біздің мұсылмандық шариғат бойынша жасалып жатқан нәрселеріміз, салт дәстүр ретінде біздің өмірімізге еніп кетті. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өте керемет кітаптар шығарды. Дін мен дәстүр деген бірнеше томнан тұратын. Мысалы осы дін мен дәстүрді алып қарайтын болсаңыз, сол жердегі тақырыптар барлығы дінмен үйлесіп жатқан көреміз. Тіпті баланы қырқынан шығарудың өзі. Біреулер айтуы мүмкін, ол пайғамбарымыздың кезінде ол болмады, сондықтан ол бидғат деп. Олай емес, оның бәрі өзі даже тіпті сол қырқынан шығарудың өзінде, мысалы 40 күн деген мәселелер біздің дінімізде де біраз нәрселерде айтылған, қарастырылған. Кейіннен оны мүмкін сопылық жолында көбірек қолданған шығар, бірақ ол сопылық жолында да қолданылғанда шариғатқа ешқандай терістігі жоқ ол мәселелердің. Мысалы біреу қайтыс болғанда 7-сін беру, 40-ын беру деген нәрселерде негізі дінге ешқандай терістігі жоқ. Сондықтан қазақ салт дәстүрінде кейбір нәрселер дінімізге теріс немесе бидғат деген ол түсінікте дұрыс емес. Ол салт дәстүрдің қайдан шығып жатқан түбін білмейтін сөзден туындаған, немесе дін бізге керек емес, тек қана салт дәстүрмен өмір сүреміз дегенде де, бірақ бәрі сіз ол жерде діннен алыстап кетпейсіз, оның ішінде бәрі сол діннен туындаған. Сондықтан баланың тәрбиесінде екеуі бірге қатар алынып жүру керек. Біреу жағынан теориясы берілсе, екінші жағынан салт дәстүрмен оның практикасы да көрсетіліп отыру керек. Қазіргі таңда енді жастардың діни идеал, деструктивті діни идеяларға көбірек бет бұру осы отбасындағы тәрбиенің әлсіздігінен, отбасы құндылығының әлсіздігінен ба, әлде қандай да бір нақты бір несі бар ма? Осы нәрсе туындап жатыр деген сияқты формуласы. Енді жастарымыздың жат идеологияны өздеріне алуы, сол жат идеологияны ұнатуы, немесе сол деструктивті ағымдарға кіруі, бұлардың барлығының шынында түбін қарайтын болсақ, көбінесе отбасындағы тәрбиенің дер кезінде дұрыс берілмегендігін көреміз. Біз енді қанша осы, мен өзім республикалық ақпараттық насихат тобының мүшесімін. Біздің Қазақстан бойынша облыстарда, аймақтарда осы діни насихат бойынша, жұмыстар бойынша жүреміз. Сол жерде жамағаттармен кездесеміз, деструктивті ағымға бейімділігі бар жамағаттармен де кездесеміз, немесе соның ішінде кіріп сұрақтарына жауап таба алмай жүрген ханымдармен, қыздармен кездесеміз. Қай-қайсымен кездессек те
әрбір жағынан психолог ретінде де былай әңгімелесіп отырғанда байқағанда өзіміз сұрақ қоямыз, сол сұрақтардың жауаптарын былай түбін ойланып былай экспертиза жасап, эксперт ретінде бүйтіп қарап отырған кезде байқауымызға болады, көбінесе деструктивті ағымға қарай бейім тұратын қыздарымыз немесе келіншектер сол бала кезінде отбасында бір мейірім, жылулықтан кенде қалып шыққандар. Себебі бала тәрбиесінде де бұл мәселе өте маңызды. Мысалы бала тәрбиесінде жалпы 5 негіз бар. Бірінші орында біз отбасында бала әрдайым қолдау көру керек. Бұл бірінші баланың сол 5 тәрбиенің негізі дегеніміз, ол баланың өзінің 5 қажеттілігінен туындаған нәрсе. Бұл кез келген баладағы ең негізгі 5 қажеттілік. Осы 5 қажеттілікті отбасы бала кезінде бере алатын болса, ол бала діңгегі өте мықты болып өседі. Діңгегі мықты болғаннан кейін ол жел былай тұрса да, былай тұрса, дауыл тұрса да ол сынып қалмайды. Немесе былай ауып кетпейді, діңгегі мықты болса. Сол 5 қажеттілікті біз кейде отбасыларында, балаларда кем қалып шыққан тұстарын көреміз. Сол 5 қажеттілік өтелмеген жағдайда оны бала отбасында ала алмады ма, одан кейін өмір бойы соны іздеп жүретін болады да, оны басқа біреулер көрсетіп жатса, сол жаққа қарай тез ығып кетеді бала. Мысалы, сол 5 қажеттіліктердің біреуі жаңа баланы қолдау, балаға сүйіспеншілік көрсету, балаға бір отбасына тиесілі екенін әрдайым сездіртіп отыру. Яғни себебі бала өмірге келген кезде, ол кішкентай бала әрдайым біреулерге тиесілі екенін сезінгісі келеді. Міне сен ата-анаң, біз сенің арқаңдамыз, біз сені ата-анаң ретінде жақсы көреміз деген секілді. Ол бір отбасына тиесілі екенін білдіріп отыратын болса, онда ол сол отбасының дәстүрімен өседі. Одан кейін балаға жаңағы сүйіспеншілік көрсетуіміз бар, баланы сенім көрсету бар балаға. Міне осы нәрселердің бәрі баланы дер кезінде қажеттіліктері берілмесе, мысалы сүйіспеншіліктің өзі. Сүйіспеншілікті біз көрсетеміз дейміз, бірақ дұрыс сүйіспеншілік көрсете алмайды кейде ата-аналар. Сүйіспеншіліктің орнына мысалы баланы аса қатты жақсы көруі мүмкін. Ол бала менің айтқаным бәрі болу керек деген немен өседі. Ал шамалы өсе бастағанда, оның қажеттіліктері көбейе бастағанда ата-ана оны көтере алмай қалады. Бала кезінде көрсетіп жүрген кейбір сүйіспеншіліктерін бала жасөспірімге келгенде, өтпелі жаңа қиындау кезеңдер келеді, переходной возраст дейміз ғой, өтпелі кезеңдер. Сол өтпелі кезеңге келгенде балада кейбір характер өзгерісе бастағанда ата-ана оны көтере алмай қалады, а бала әбден үйреніп қалған, мен не айтсам сол болсын дегенге. Сол жағдайда екеуінің арасында түсініспеушілік болады. Немесе балаға сенім арту мәселесінде бала мысалы мектептен келіп ата-анасына келгенде, ата-анасы бірден одан сен бүгін қанша алдың деген секілді талаптар жоғары қоятын болса, бала бірте-бірте мен ата-анам ойлағандай болмай жатырмын деп ата-анасынан алыстай бастайды. Ата-анасынан алыстайды, немесе ар жағында дұрыс қолдау көрмесе, дұрыс сенім артуды, тиесілі екендігін бір отбасына, сол мәселелерді дұрыс көре алмайтын болса, бірте-бірте ата-анасынан алыстайды. Әсіресе жасөспірім кезеңінде ата-ана мен баланың арасында бір-бірінен алыстау басталады, және бір-бірін түсініспеу басталады. Ата-ана айтады, біз баламызға бұндай нәрсені үйретпеген едік қой, бұл қайдан шықты дейді. Ал бала келеді, ол баланың денесі өскенмен, оның ішкі жан дүниесі әлі бала болып тұрып, анасына еркелегісі келеді, баяғы бала кезінде кейбір нәрселерін қайтадан жалғастырғысы келеді. Бірақ ата-ана қарап тұр, ол бала үлкен, сен еңгезердей ұл болдың, жігіт болдың, неге бүйтіп жатсың, неге сабағыңды дұрыс оқымай жатсың дейді. Қызға да айтады, сен өсіп қалдың, бойжетіп қалдың, сен неге анаңа көмектеспейсің, неге сен үйтпейсің, сен неге бүйтпейсің деп талаптар жоғары қоя бастайды. Негізі дененің өсуіне қарай талап қоя бастайды. Бірақ ол баланың ішіндегі рухы әлі кішкентай бала болып тұр ғой, негізі. Себебі жасөспірім кезде әлі ол бір үлкен адамға, ересек адамға айналып кеткен жоқ. Ересек пен баланың ортасында жүр да, ол әлі өзін таппай жүр. Сол кезеңде біз дұрыс қолдау көрсететін болсақ, ол бала негізі ата-анасына ашылады, сырын айтады. Ал сол кезеңде дұрыс қолдау болмаған жағдайда ол ата-анасына алыстай береді да, көп сырын айтпайды, сыртта басына не өтті, оны айтпауы мүмкін. Айтайын десе, ішінде бір нәрсе, жаңа ата-анам мені түсінбейді. Егер мен соны айтатын болсам, қазір ата-анам тағы ұрсады, мені қабылдай алмайды деген секілді түсініктермен ата-анасына көп нәрсені ашпайды. Ашпаған сайын ол ата-ана да оны білмейді. Екеуінің арасы жаңа ара жіп алыстаған сайын бала не істейді, өзін қолдайтын,
өзіне қолдау көрсететін, бір мейірімін көрсететін бір орта іздей бастайды. Сондай жағдай кезеңдерде мысалы жастық шаққа өтеді. Жастық шаққа өткен кезінде деструктивті ағымнан келіп біреу шамалы оны қолдаған секілді болған кезде, ол жалған қолдау да болуы мүмкін, бірақ соны шынайы қолдау деп ойлайды да, себебі ол кезінде оны ата анасынан көрмеді. Сондықтан біз сол деструктивті ағымдағы қыз келіншектермен көп кездескен кезде көбісінің ең негізгі дұрыс емес бақыттарын басталған жерлері сол отбасының кезінде екенін көреміз. Ал бізде оны отбасылар оны дұрыс түсінбейді да, баласының жат ағымға қарай кетіп қалғанына дінді кінәлайды, немесе қоғамды кінәлайды. Негізі дін мен қоғам емес ол жерде кінәлі, негізі отбасындағы дұрыс емес тәрбие негіз болатын. Егер отбасындағы ұстанатын дәстүр, негізі әр отбасының өзінің ұстанымы, дәстүрі болады ғой, сол дәстүр мықты болатын болса, ол бала негізі сырттан өзіне бір қолдау, қорғау, қорғаштау, жылы мейірім ондайларды қажетсінбейді. Ол бәрін отбасынан алып отырады. Сондықтан біз бұл жерде бұл өмірлік тәжірибеден көрініп жатқан нәрсе, жат ағымға кетіп жатқан қыз келіншектеріміз немесе жігіттеріміз көбісі не анасына, не әкесіне, немесе екеуінен де бірдей сондай бір жылулық көре алмай, өзіне қажеттіліктерін ала алмаған сондай отбасыларынан шыққанын көреміз. Ал енді мысалы балаға сенім және діни құндылықтарды жеткізу кездегі ең тиімді жолдары қандай? Және де осы ата-анаға қазіргі таңда ата-ананың діни білім беру кезіндегі ең бір ескеретін тұстары қандай тұстары? Енді діни сенімді қалыптастырамыз балада, немесе оған діни тәрбие береміз, діни білім береміз деген мәселелердің бәрінің ең бірінші бастауы ата-ананың өзінің дінді қаншалықты ұстанады, дінге қаншалықты шынайы, жалпы өзінің діни көзқарасы қаншалықты терең, сол нәрседен басталады. Ибн Халдун, жалпы әлеуметтанушы, ислам тарихындағы үлкен ғұлама кісі, сол Ибн Халдуннан бала тәрбиесі қалай болу керек деп сұраған кезінде, мен сіздерге қазір көп жан-жақты айтып отыруға бәрін сыйдыра алмаймын, егер бір ауыз сөзбен жеткізетін болсам, ата-ана қандай болса, бала сондай болады деген. Ол біз қазақта да көп айтылады негізі. Ата-анаға қарап, қызға қарап, анаға қарап, қыз өсетін, әкеге қарап, ұл өсетіні. Бұл дін мәселесінде де солай. Сондықтан ата-ананың егер діндегі тақуалығы, діндегі білімі терең болатын болса, тақуалығы, білімі сол тақуалыққа айналған болса, кейде бар құрғақ білім, ол тақуалыққа айналмайды. Білім алып жатырмыз деп ойлайды, мысалы жас ата-ана, жастар, отбасы құрған жастар діни білім алып жатырмыз дейді, бірақ сол діни білімін өмірде іске асыра алмайды. Мешітке барады, сабақ алып жатыр, ұстаздардың алдында отыр, уағыз тыңдап жатыр, бірақ сол уағызды тыңдап келіп, үйіне келіп, әйеліне қол көтеруі мүмкін, әйелінің бір шамалы дұрыс емес әрекеттерін кешіре алмауы мүмкін, әйеліне жанашырлық таныта алмауы мүмкін. Ал ол діни білім егер өмірде сізді тәрбиелемесе, ол құрғақ білім деген сөз. Сол секілді әйелге де оны айтуымызға болады. Әйел мысалы мешітке барып Құран үйреніп жатырмын дейді, мешітте барып сауат ашу курстарына қатысып білім алып жатырмын дейді, немесе өзі де үйінде уақыт тыңдап жүр. Бірақ ол тыңдаған нәрсесі оны тәрбиеге алып келу керек. Егер ата-ананың алған білімі тақуалыққа айналатын болса, және ол тақуалық арқылы көркем мінез болып шығатын болса сыртқа қарай, онда ол баладан еш қорқудың қажеті жоқ. Бала міндетті түрде ата-анасы қандай болса сондай болады. Ал ата-ана кейде өзін ойлауы мүмкін, мен діндармын деп та, бірақ баласына дін жағынан әсер ете алмай жатса, демек ол өзінің діндарлығына қарау керек. Ол діндарлығы тек сөздегі діндарлық болуы мүмкін, немесе өзінің әшейін тек ойындағы діндарлық болуы мүмкін да, бірақ істегі діндарлық емес. Ал мысалы осы тұста енді мысалы сіз айтып отырған ата-аналар ол діни білімі бар ата-аналар. Ал мысалы қазіргі таңда діни білімі жоқ ата-аналар бар. Олар баласына қандай діни білім бере алады? Ол кісілер діни білім бере алмайды, не баласын діни білім алуынан да қорқады да. Сол үшін мүлдем дінге жоламай қой деп айтады мысалы. Өйткені сен білмейсің, мен де білмеймін, сен может қате жолға кетіп қаларсың. Сол үшін сен дінге жоламай қойшы, орамал тақпай қойшы деген кәдімгідей запрет қоятын ата-аналар бар. Бұларға қалай жолын көрсетсек болады? Енді бұл ата-ана әрине өзі дінді білмей тұрғаннан кейін адам білмеген нәрсесінен қорқа береді ғой. Кез келген адам бұл
мысалы біздің қоғамымыз қанша ғасырлардан бері мұсылман болып келе жатыр. Ана абай аталарымызды, шәкәрімдерді қарасақ, барлығының өлең жырларында мұсылмандық мотивтер, мұсылмандық түсінік тұнып тұр. Енді ата бабамыз осы жолды ұстанып келді. Біз енді біраз уақыт, 70 жылдай уақыт атеизм несінде қалып кеттік, әсерінде қалып кеттік. Бірақ енді атеизмнен шыққан, сол кезеңнен басынан өткізіп солай шыққан, сол кезеңде тәрбие алған кейбір ата аналар дінді тереңнен қарауға, дінді өміріне енгізуге қорқып жатады. Бірақ біз ойлануымыз керек, енді ол ата аналардың да ақылы бар, ол ата аналардың да алған білімі бар, кезінде жоғары білім, көбісі жоғары білімді, көзі ашық бәрінің, мәдениетті біледі. Енді мәдениетті білген, көзі ашық адам, біздің қазақ мәдениеті қайдан туындады? Мысалы, мына Ахмет Яссауи бабаларымызға арналған ғимараттар қайдан салынды? Отырардағы кітапхана дейміз, кезінде болған кітапханалар, Арыстан бабтың мысалы ғимараты, олардың бәрі сол тұнып тұрған мұсылмандық мәдениет қой. Қанша ескі мешіттеріміз бар, бұрыннан біздің өзіміздің салт дәстүрлеріміздің бәрінде мұсылмандықтың иісі аңқып тұр. Енді ол ойлану керек, бізге ата бабамызға мұсылмандық келген болса, мұсылмандықпен өмір сүрген болса, тіпті ырым тыйымдарымызға дейін сол мұсылмандықтың тыйғандарынан тыйылып, жаса дегендерін ырым ретінде өздеріне алып алған болса, соның бәрін ойлана келе, қазір енді барлық жақта ақпарат жеткілікті, олар да білім алуға талпыну керек негізі. Дін қаншалықты ақиқат, және ол ақиқат біздің өмірімізге қаншалықты пайдасы бар, егер жан-жақты қарайтын болса, ол мәліметтерін табады. Қазір негізі ақпараттың кезеңі ғой. Ал енді солай өзі де дамуға тырысу керек. Егер сол дінге қарап көзі жетіп жатса, баланы да негізі өміріне обал жасамау керек. Себебі негізі ислам дінінің өзін түбін тереңін қарайтын болсаңыз, ол ислам діні еш уақытта адамды жамандыққа тәрбиелемейді. Ислам діні қайта ата-анаға баланы тәрбиелеуге көмектеседі. Баланы дұрыс, жақсы адам болуға көмектеседі. Сондықтан біз егер ата-ана сол діннің сол жақсылық жағын көзі жетіп, соған сондай түсінікке келіп тұрса, онда өзі бере алмаса да, қазір енді елімізде, Қазақстанда, мешіттерімізде өте жақсы, қазір мысалы жаздың кезінің өзінде жаздық лагерьлер ұйымдастырып жатыр. Келген сұрақтардың бәріне жауап беріп жатыр. Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан бұған арнайы шаралар ұйымдастырып жатыр. Балаларды діни тұрғыдан дұрыс сауаттандыру. Бізде қазақтан мынандай сөз бар ғой, дін ұстана алсаң қасиетің, ұстана алмасаң қасіретің деп. Сондықтан да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы дінді дұрыс ұстана алу үшін барлық мешіттерде, ұстаздардың қасында бұл жағдайдың бәрін халыққа дұрыс жеткізуге жағдайдың бәрін жасап жатыр. Қазір әйелдерге де арналған курстарымыз бар, сауат ашу курстар бар. Ер кісілер алам десе білім толық оның бәрін. Бірақ сол білімнің бәрін, діни білімді дұрыс жерден ала білу керек. Әйтпесе бала бүгін болмаса ертең бәрі оның алдынан, қазір енді әлеуметтік желі бәрімізге ашық қой. Балаға да ашық. Ол ертең WhatsApp-тан да келуі мүмкін оған хабарлама, ол Instagram-да ашқанда да, TikTok-та ашқанда да әртүрлі діни мәлімет келуі мүмкін. Қайта біз балаға дұрыс діни сауат беру арқылы оған келіп жатқан мәліметтерге фильтр қоюға үйретеміз. Оны сіз вакуумда ұстап тұра алмайсыз баланы. Бала бәрібір алдынан діни мәліметтер шыға береді. Қазір діни мәліметтер ағылып келіп жатқан кезең. Ал сіз вакуумда баламды діннен қорғаштаймын деп ұстап отырған кезде, қайта керісінше оны дұрыс емес бағытқа кетіп қалуына себеп болуыңыз мүмкін. Себебі балада діни дұрыс білім болмаса, ол ажырата алмайды қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін. Ал адамның рухы, біздің бәріміздің ішімізде рух бар, ол бір рухани нәрселерді қалайды. Рухани нәрсені бізге беретін, енді дініміз, иманымыз рухани нәрселерді беретін. Бала да, ол да ержетіп келе жатқан бала, жасөспірім кезінде әсіресе рухани нәрселерге өте қатты қызығушылық оянады оның. Жас кезінде одан сайын қызығушылық артады. Ал ол қызығушылықты біз басып қоя алмаймыз еш уақытта. Басып қойсаңыз, қайта керісінше ол зұлымдық болады. Қайта керісінше сондай қызығушылықтар бола ма, оны дұрыс бағытқа қарай бағыттай білуіміз керек. Ата-ана өз бағыттай алмаса, жоқ дегенде біздің Қазақстанымыздағы сенімді жерлер қай жер? Бірінші орында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы жердегі соған қарасты мешіттерге, соған қарасты ұстаздарға барып сұрақтарын қоятын болса, балаға қатысты қандай бағдарламалар бар, оны қарап
сол баланы солған қарай бағыттайтын болса, онда ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Қайта керісінше бала өзінің ата анадан алып жатқан тәрбиесінің қасына қосымша одан да жақсы тәрбиелерді қасына қосып, жан жақты ата анасына да құрметпен қарайтын, еліне де патриот бола алатын, адамгершілігі де жақсы, көркем мінез бола алатын, жауапкершіліктен қашпайтын, қайта керісінше жауапкершілікті түсінетін сондай бір азаматқа немесе азаматшаға айналады. Сондықтан ата аналарға дұрыс емес діннен қорқу керек, дұрыс діннен еш уақытта қорқудың қажеті жоқ. Құрметті тыңдармандар, сіздермен бірге сенім және сана подкасты болды. Сіздермен бірге Шамшат ұстазымыз. Қорытындылай айтып кетсеңіз. Енді қорытындылай айтатын болсақ, балаларға діни тәрбие беру ешқандай зияны жоқ. Қайта керісінше дұрыс жерлерден, дұрыс орындардан діни тәрбиені алғанда ол баламызға болашағына көмек болады, және баланың діни көзқарасының қалыптасуы, діни тәрбиені дұрыс бағытта алуына біз әрдайым жәрдемдесуіміз қажет. Рахмет ұстаз, сіздің бүгінгі берген ақпараттарыңыздың арқасында мысалы осы жердегі отырған ата аналар көкейінде жүрген қаншама сұрақтарына жауап алды деген ойдан. Баршаңызға рахмет.